Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін біз жаңа сабақты қарастыратын боламыз. Ең алдымен, біздің жаңа сабағымыздың тақырыбын білу үшін осы сандардың айырмашылығын табыңыздар. Жарайсыңдар, иә, бұл жерде бір таңбалы сандар әрі екі таңбалы сандар бар. Ал үш таңбалы сандарды бүгінгі біздің жаңа тақырыбымыздың бірі болып есептеледі. Сондықтан бүгінгі жаңа сабағымыздың тақырыбы үш таңбалы сандарды ауызша қосу және азайту. Бүгінгі сабағымызды тереңірек білу үшін Білім-Ленд сайтындағы видеоға назар аударамыз. Бүгін жүздіктерді қосып, азайтуды үйренетін боласың. Тапсырманы тыңда. Бірінші алқаптан 3 центнер сәбіз жиналды, ал екінші алқаптан 5 центнер картоп жиналды. Екі алқаптан барлығы неше килограмм көкөніс жиналды? Барлығын табу үшін қосу амалын орындаймыз. Сәбізден қанша жинаған? Дұрыс, 3 центнер. Картоптан қанша жинаған? Дұрыс, 5 центнер. Барлығы қанша көкөніс жиналған табу үшін 3 центнерге 5 центнерді қосамыз. 8 центнер шығады. Тапсырмада барлығы қанша килограмм көкөніс жиналған деп сұрап тұр. Ендеше центнерді килограммға айналдыруымыз керек. 3 центнерде 300 килограмм бар. 5 центнер бұл 500 килограмм. 300 килограммға 500 килограммды қосса, 800 килограмм шығады. Сұраққа жауап береміз. Екі алқаптан барлығы 800 килограмм көкөніс жиналды. 300-дікке 500-дікті қосу дегеніміз 300 бірлікке 500 бірлікті қосу тең болады 800-дік немесе 800 бірлік. Тапсырманы тыңда. Қоймаға 8 центнер көкөніс әкелінді. Оның 3 центнері сәбіз, қалғандары картоп. Қоймаға неше килограмм картоп әкелінген? Бұл сұраққа жауап беру үшін азайту амалын орындаймыз. Қоймаға барлығы қанша көкөніс әкелінді? Дұрыс, 8 центнер. Сәбізден қанша екен? Дұрыс, 3 центнер. Ендеше 8 центнер азайту 3 центнер тең 5 центнер. Тапсырмада неше килограмм картоп әкелінді деп сұрап тұр. Ендеше центнерді килограммға айналдыруымыз керек. 8 центнер бұл 800 килограмм. 3 центнер бұл 300 килограмм. Олай болса, 800 килограммнан 300 килограммды азайтсақ, 500 килограмм шығады. Демек, қоймаға 500 килограмм картоп әкелінді. 800-дік азайтылған 300-дік дегеніміз 800 бірлік азайтылған 300 бірлік. Нәтижесі 500-дік немесе 500 бірлік болады. Ал енді берілген бейнебаян бойынша осы есептерді жазып көрейік. Ең алдымен мен сіздерге айтамын, содан кейін сіздер маған оны ауызша жауабын айтатын боласыздар. Яғни 600 бірлік пен 200 бірліктің қосындысы нешеге тең? Дұрыс, 800 бірлік. Бірақ та ең алдымен біз оны жүздіктерге айналдыруымыз керек. Қане, 600 бірлік неше жүздік болып табылады? Дұрыс, 600-дік. Ал 200 бірлік? 200-дік. Сонда 600-дік пен 200-діктің қосындысы 800-дік, яғни 800 бірлік. Немесе 800 деуге болады. Жарайсыңдар, барлығын дұрыс шығарып, маған ауызша айттыңдар. Өте жақсы. Ал енді бұл жаттығуда есептерді ауызша орындап көрейік.
800 бен 200-дің азайтындысы. Дұрыс, 600-ге тең, ал 600 бен 300-дің қосындысы. Дұрыс, 900-ға тең. Келесі есептерді осылай шығаратын боламыз. Жарайсыңдар, есептерді толығымен дұрыс жауаптарын шештіңдер. Ендеше бүгінгі біздің сабағымызды бекітуге тырысайық. Бекіту үшін бүгінгі біздің сабағымыздың ақиқат немесе жалған әдісі арқылы ойнайтын боламыз. Ең алдымен мен айтамын, оқимын, сіздер жауаптарын айтасыздар. 382 3 таңбалы сан. Ақиқат па немесе жалған? Дұрыс, ақиқат. Қосу амалына кері амал азайту. Ақиқат немесе жалған? Ақиқат. Жарайсыңдар. Қосу амалына кері амал азайту. Ақиқат. Осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды.